Қайырлы күн, құрметті достар. Біздің кезекті жаңа видеоларымызды өткізіп алмаш үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Және сіздерден жақсы комментарий, лайктар күтеміз. Және де өзіңізге керекті видеоларды комментарийға жазып кетсеңіз, алдағы уақытта түсіріп, біздің каналымызға жүктелетін болады. Ендеше бүгінгі сабақта сіздермен ECF порталындағы жіберілген счет фактураларды отозвать ету, яғни удалить етуді, және оның жіберілгені жіберілмегені туралы қалай көре аласыздар, сол туралы үйрететін боламын. Ең алдымен ECF порталына войти система батырмасын басып кіріп аламыз. Выбрать новый ключ, яғни ECP ключ таңдаймыз. Өздеріңіздің аутты таңдайсыздар және ағылшын тіліне қойып пароль жазасыздар. Және ECF порталына сақталған парольді таңдап кіресіздер. Және де мынау стрелка арқылы IP-ның атауын таңдайсыздар. Және мына жерде электронный счет фактура деген мінекей батырманың үстінен басамыз. Енді өздеріңіздің жіберген счет фактураларыңызды қалай көре аласыздар? Мысалға, кей кездерде есіңізден шығып кетіп жатады. Осы қазіргі таңда міне 26 сәуір. Мысалға, 1 сәуір мен осы 26 сәуір аралығында жібергеніңіз есінде, бірақ нақты қай күн екені есіңізде жоқ. Соны ең басында мына S деген жеріне сәуірдің басын белгілейсіздер. 1 сәуір және қазіргі күн 26 сәуірге дейін белгілеп аласыздар да, отправленныйдың ішіне основной таңдайсыздар. Міне таңдаған кезде автоматты түрде сол уақыт аралығында жіберілген счет фактураларыңыздың бәрі шығады. Міне көріп тұрған боларсыздар. Және де мінекей осы жерде көрсетілген сумма арқылы өзіңізді көріп ала аласыз. Қай күні жіберілген тағы да көре аласыз. Және бұны егер сіз отозвать ету керек болатын болса, мінекей мына жерде көрсетілгендей мынай галочканы таңдайсыздар, үстінен басып, және отозвать деген кнопканы басасыздар. Егер сізге бұны удалить ету керек, немесе бухгалтер хабарласып, бір раздел дұрыс емес, өзгерту керек дейтін болса, онда отозвать батырмасын басасыз. Сосын, да, вы действительно хотите отозвать счет фактуру дейді. Сіз да деп басасыз, және қай раздел дұрыс емес деп айтты, сол разделді таңдайсыз. Мысалға, раздел G. Сосын подписать и отправить батырмасын басасыз да, жаңағы өзіңіздің ECP ключіңізді таңдап, RCA-ны таңдайсыз да, парольді теріп жібересіз. Сол кезде сіздің мынау ECP жаңа жіберген счет фактураңыз отмена болады, яғни отозвать етіледі. Сол кезде сіз қайтадан жаңадан счет фактура жібересіз. Жаңадан счет фактура жіберген кезде создать счет фактуры деп басасыз да, қайтадан жаңадан толтырасыз. Қай раздел сізге қате деп айтты, соны бухгалтерден нақтылап сұрап алып толтыратын боласыз. Енді бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Жақсы күндерде кездескенше пайдалы, маржалы тендерларыңыз көп болсын. Сау болыңыздар.